Жетілақ ертегісі. Ерте бір ешкі өмір сүріпті. Оның жетілағы болыпты. Ешкі орманға бармақшы болып, лақтарын шақырып алып, өз ақылын айтады. Шырақтарым, ешкімге есікті ашушы болмаңдар. Өйткені орманда қасқыр жүр. Мен келгенде өзім, шырақтарым, лақтарым, аналарың келді, сүт әкелді деп әндетемін дейді. Осы кезде терезе сыртында тұрған қасқыр ешкінің лақтарын айтқан барлық сөздерін естіп алады. Ешкі орманға кетісімен қасқыр есікті қағып, өзінің жуан әрі жағымсыз даусымен ешкіден естіп алған әнді айтады. Бірақ лақтар оның басқа бөтен дауыс екенін бірден біліп есікті ашпайды. Қасқыр саудагерге барып бор сатып алады. Бордың бір кесегін жегенде даусы аздап жіңішкереді. Осы дауыспен ән айтып еді, лақтар бұл жолы да алданбады. Қасқыр ұстаға барып даусын жіңішке ету үшін өзіне тамақ жасатып алады. Даусы ешкінікі сияқты жіңішке болып шығады. Бірақ бұл жолы да жаңа дауыстың көмегі болмайды. Өйткені лақтар қасқырдың аяғын көріп қояды. Қасқыр көп ойланбастан жылдам наубайшыға барып, аяғына себетін ұн сатып алады. Қасқыр есік алдына қайтып келіп, ақ аяғын лақтарға көрсетіп тұрып әнге басады. Шырақтарым, лақтарым, аналарың келді, сүт әкелді, қорықпаңдар, есікті ашыңдар дейді. Қасқыр үйге кіріп келгенде лақтар жан-жаққа тығылып қалады. Алайда қасқыр олардың барлығын тауып жеп қояды. Тек бір ғана лақты таба алмай қалады. Ол сағаттың артына тығылып қалған еді. Қарны тойған қасқыр талдың көлеңкесіне жата кетіп ұйқыға кіріседі. Ұзамай ешкі үйіне оралады. Есікті итерсе, есік ашық тұр екен. Ешкі үйге кіріп лақтарын шақырады. Аман қалған лақ қарсы алдынан шығып, болған жайдың барлығын айтып береді. Ешкі мен лағы үйдің артына шығып қараса, қасқыр көгалда жайбарақат қорылдап ұйықтап жатыр екен. Ешкі бар күшімен шауып барып мүйізімен қасқырдың қарнын жарып жіберіп, 6 лағын құтқарып алады. Барлық аман есен екен. Ешкі мен лақтары қатты қуанады. Қасқыр оянбай тұрғанда ешкі оның қарнын таспен толтырып, қайтадан тігіп қояды. Жүдеген қасқыр су ішпек болып құдыққа барады. Сол кезде оның ішіндегі ауыр тастарды төменге тартып, қасқыр құдыққа құлап кетеді. Осымен ертегіміз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егер мультфильм сіздерге ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Және де каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі